Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? 157-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы құрама есептер шығару. Сабақтың мақсаты құрама есептерді талдау және шығару. Балалар, енді тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмада сіздерге өрнектер берілген. Осы өрнектердің мәнін дұрыс тапсаңыздар және өрнектердің жауаптарын өсу реті бойынша орналастырсаңдар, қандай мақал жазылғанын біле аласыздар. Сол мақалды анықтап, мағынасын түсіндіріп көріңіздер. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Сіздерге сөз есеп берілген. Сөз есептің мәтінін мұқият оқып, сұрағын анықтаңыздар. Сонан соң шешуін табыңыздар. Шешуі 3 амалдан тұрады. Жауабын жазыңыздар. Келесі тапсырма, сіздерге суреттер және өрнектер берілген. Осы сурет пен өрнектерді пайдалана отырып, есеп құрастырамыз. Келесі тапсырма теңдеуді шеш деп аталады. Сіздерге 3 түрлі күрделі теңдеу берілген. Күрделі теңдеуді алдымен жай теңдеуге айналдырып алып, белгісіз санды табамыз. Келесі тапсырма кестені толтыр. 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып оқушылары бір апта бойы аналарына сыйлау үшін әшекейлер жасады. Әрбір сынып өздерінің жасаған әшекейлерін санады. Олардың әр күнде бәрі бірге неше әшекей жасағанын тиімді есептеу арқылы анықтаңыздар. Келесі 7-ші тапсырма заңдылықтарды анықтауға берілген тапсырма. Заңдылықтарды анықтай отырып, әрбір жағына 2 цифрдан жазып, қатарды толықтырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.